Ayt. Ес тұрмай келеді. Қысқасы сұрақ қояйын. Мен Шымкент жақынымызбын. Біз жақта Құран оқытқан кезде, кәдімгі 7 пісірген кезде, үйде атам өзіміз оқитын, үлкен ағам оқитын. Ал мен енді мына жаққа келіп көрдім, бұл үйде атам күйеуім болса да, енем оқи береді да. Ол қабыл бола ма, болмай ма? Сен өзі таяқ жейін деп жүрген керек сияқтысың. Шымкент алыс абайла. Қазір жеткізіп барады сенің келінің құтырыпты деп. Оқи береді. Құранды қыз да оқиды, ұл да оқиды, кемпір де оқиды, басқа да оқи береді. Оқи беріңіздер. Кім оқыса да ол оқысын. Алланың сөзі еркектердің монополиясы емес. Еркек те оқиды, қайта қыздың оқыған жақсы. Енді сенің енең кішкене командир дамы көзір екен. Сондықтан кішкене авторитетный кемпір екен. Сондықтан сен деме оқыса оқи берсін, ол уже шалды сындырып тастаған кемпір. Сондықтан сені сіліп қалмайын десең үндемей ақ қой, қолың жайып апамдікі дұрыс деп әумин деп отыра бер.